Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осындай жазға арналған штапель көйлекті тігеміз. Оңай әрі тез. 1 сағатта, жарты сағатта тігіп алуға болады. Бізге керек 2,5 метр штапель матасы. Ұзыннан қоямыз. 2-ге бүктедім. Оны тағы да 2-ге бүктедім. Сонда менде 4 бүктелген. Мата ең оңай жеңіл жолын көрсетемін сіздерге. Міне 48 размердің лекаласын аламыз. Жоғарғы жағы жоқ болғандықтан осылай бүктейміз. Бір 15 сантиметрдей. Осыны трапеция етіп қырқып аламыз. 80 сантиметр етіп алдым. Трапеция кең етіп алдым. Алдымен штапельді жуып үтіктеп аламыз. Отырады. Одан кейін осындай трапеция етіп пішіп аламыз. Енді желбезегіне келетін болсақ, алдымен жоғарғы жағындағы желбезекті пішіп аламыз. Сонысы клеш етіп пішетін боламыз. Мысалға, біздің желбезегіміз жоғарғы иық жақтағы 15-20 сантиметр болса, матаны осылай 2 бүктеп, жоғарғы желбезекті пішеміз. Бізде сразу 2 желбезек шықты. Міне қараңыздар. Бұл иық жағындағы желбезек, иығымызды өлшеп, соны 2-ге бөліп, осындай желбезек шығарамыз. Бұның ұзындығы. Ал енді етегінің желбезегін пішу үшін етегін осылай 4-ге бөлінген күйі өлшейміз. Мысалға 38 сантиметр болса, 2 желбезек пішу керек. Бұны да сонысы етіп пішетін боламыз. 2 штук керек, алдыңғы және артқа. Бұл жерде 35-30 сантиметр желбезек болады. Міне енді бізді астыңғы желбезек, үстіңгі желбезек және алдыңғы артқы бөлік. Алдымен 2 жағын қосып тігеміз. Бір-біріне оң қаратып беттестіреміз, тігеміз, оберлоктаймыз, үтіктейміз. Міне осылай. 2 жағын тігіп аламыз. Одан кейін етегін тігетін боламыз. Етегінде бір-біріне қосып оберлоктадым. Міне осылай үтіктедім, жақсылап. Енді етегіне қойып, етегінде дәл солай бір-біріне беттестіріп, айналдыра тігіп шығатын боламыз. Оберлоктаймыз, жақсылап үтіктейтін боламыз. Айналдыра тігіп шығамыз. Енді жоғарғы жағы дәл солай көкірек тұсына қойып, бірдей етіп тігіп шығамыз. Міне астыңғы желбезегін және үстіңгі желбезегін тіктім. Айналдыра, етегін оберлоктап, 0,1 строчка жүргізіп шығамыз. Жоғарғы жағын осылай оберлоктап алдым, бірге қосып. Мына жерде қолы шығып тұрады, қолтығы. Айналдыра иығымызды қоса өлшеп, резинканың жіңішкесін аламыз да ішке қарай бүктеп тігіп шығамыз. Сонымен көйлегіміз дайын болады. Міне осындай етіп тіктім. Резинкасы қатты қыспайды. Осындай жазға әдемі көйлек шықты. Бастысы оңай және тез. Келесі кездескенше сау болыңыздар.